Ассаламу алейкум. Общеустановление жұмыс жасайтындар, жалпы общеустановление жұмыс жасайтындар адамдарда кейбір жағдайда болып қалады. Сіздің годовойыңызды санатып атасыз, бухгалтер айтады, осындай көп сума шығып тұр дейді, ИПН. Сіз айтасыз, осындай расходтар бар, менде осындай жерге ақша жібердім, документтер қайда десеңіз, оказывается, ол документті сізге документ беру керек болған компания документті бермей қалған уақытында. Сіз оған ақша төлеп қойғансыз, расходтар кеткен, но документі жоқ. Енді не істеймін деген вопрос. Бұл документ жоқ қой, задним числом жасасам, бұл уже электронный счет фактураны задним числом жасауға келмейді. Сол себепті 2025 болып кетеді, мен 24-ке расходқа ала алмай қалам ғой деп ойлап жүргендер болса, мүлде олай емес. Қалай? Сіз 2024-тегі счет фактураны аласыз, дата совершения оборота 2024 деп аласыз, бірақ дата выписка счет фактура 2025 болады. Енді бүгінгі датамен болады, задним числом қойылмайды ғой. Бірақ сіз расходқа алған кезде ИПН-ға или КПН-ға онда дата совершения оборотымен аласыз расходқа. Сондықтан сіздің ИПН-іңіз немесе КПН-іңіз азаяды. Сіздің алмай қалған документіңіз кешіктіріп алсаңыз да осы 2025-пен 2024-ке расходқа жатады. Дата совершения оборотымен алынады.